Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қытырлап тұратын тұшпаралар пісіретін боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы керемет рецептерді жіберіп алмас үшін. Ең алдымен 53-тен өткен ұнымыздың үстіне ертілген сарымайымызды құямыз. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Және де суымызды құйып, бөлме температурасындағы сумен де барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Мен ең алдымен осылай қасықпен араластырдым, содан соң қолыммен қамыр илеймін. Бізде сондай бір өте керемет, қолға жабыспайтындай, өте жұмсақ, қолға жағымды, сондай керемет қамыр шығады. Қамырды жақсылап иін қандырып илеп болғаннан соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қараңыздар, бізде өте керемет осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Арасына салатын салмасын дайындаймыз. Картобымызды алдын ала суға пісіріп аламыз. Содан соң жуамызды да, яғни пиязды да майға алтын түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Піскен картоптарымыздың суын төгіп, жақсылап езіп алғаннан соң пиязымызды салып, тұз, қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің арасына салатын салмамыз дайын. 15 минут өткеннен соң қамырымызды алып, тағы да бір қайтарып илеп жібереміз де, осы қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Ескерте кететін жайт, бұл жерде қамыр өте көп, қонақтыққа жететін қамыр. Егер сіздер өздеріңіз жең ғана істейтін болсаңыздар, осы мөлшерін теңдей жартысын істесеңіздер болады. Сол кезде тек бір зола қамыр шығады. Ал егер қонақтыққа жасайтын болсаңыздар, осы мөлшермен жасасаңыздар да өте көп шығады. Қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен өте жұқа етіп шаюға тырысамыз, яғни 1-2 мм болатындай жұқалап қамырымызды жайып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңызда біздің қамырымыз өте жұқа болып жайылды. Енді осы қамырдың үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, қазір қамырымызды орайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасап ораймыз. Кәдімгі тұшпара кескендей етіп қамырымызды кесетін боламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Видеоға қарасаңыздар, барлық өте түсінікті көрсетілген. Енді қараңыздар, 4 саусағымызды қоя отырып тұшпараларымызды кесеміз. Сол кезде барлығы бірдей болып кесетін болады. 4 саусағыңызды қойып осылай үстінен шетінен кесетін болсаңыздар, барлығы бір қалыпты кесіледі. Барлығының көлемі бірдей болады. Кесілген қамырларымызды тағы да бірінің үстіне бірін жайып, тағы да оны 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Бұл кезде де 4 саусағымызды қойып, солай бірдей етіп кесіп шығамыз. Барлығын дайындап алғаннан соң қамырларымызды бір-бірден жайып, арасына салмасын салып, қазір қамырларымызды жақсылап түйіп алатын боламыз. Енді қараңыздар, қамырдың екі жағын бір-біріне біріктіреміз де, осылай жақсылап қысып шығамыз. Арасындағы салмасы қазір қол болған кезде шығып кетпейтіндей жақсылап қысып шығамыз да, екі шетін осылай түйіп қоямыз. Барлығы өте түсінікті көрсетілген деп ойлаймын. Жақсылап қарап алыңыздар.
Қамырды осылай түйіп жатқан кезде міндетті түрде майымызды алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Енді осы тұшпараларымызды алдын ала қатты қызып тұрған майда қызартып пісіріп аламыз. Міндетті түрде осылай тоқтамай араластыра отыра барлық жері бірдей болып қызарғанша пісіріп аламыз. Бір алтын түске енгеннен соң, мінекей осындай алтын түске енгеннен соң майдан аламыз. Біздің майымыз міндетті түрде қатты қызып тұрған май болуы тиіс. Егер майларыңыз қатты қызбаса, тұшпаралар өзінің бойына майды өте көп сіңіріп алуы мүмкін. Сондықтан қатты қызып тұрған майда жылдам пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, қытырлап тұратын тұшпараларымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сенімен бірге болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыз.